Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, біздің оқырмандарымыз. Бүгінгі біздің бейне айдарымыздың келесі тақырыбы ұлт пен ұрпақ тәрбиесіндегі отбасының рөлі. Қазақтың бүгінгі қоғамында отбасының рөлі үлкен екендігі жасырын емес. Алайда өкінішке орай толық емес отбасының тәрбиесін көрген ұл қыздарымыздың бойында түрлі қылықтардың, біздің халқымызға жат әрекеттердің пайда болып жатқандығы да жасырын емес. Осы және өзге де мәселелерді талқылау үшін біз бүгін елімізге танымал отбасылық психологты шақырып отырмыз. Ендеше таныстыруға рұқсат беріңіздер. Ахан Мергенбай мырза, біздің студиямызға қош келіпсіз аға. Қош болдық, рахмет. Жалпы біріншіден мен өзім сіздің алтын уақытыңызды бөліп, біздің мынау Түркістан облысы дін істері басқармасының арнайы жобасына уақыт бөлгеніңізге үлкен алғысымды білдірем. Ахан аға, жалпы сіз үшін отбасы ұғымы қандай мағына білдіреді? Отбасы ол бірінші кезекте ерлі зайыптылардың екі тараптың ризалығы менен, ақ некеменен бас қосуы ғой екеуінің. Және де одан кейін барып кеңеюі, өсуі дегендей. Ал енді сіздің жалпы әлеуметтік желідегі парақшаларыңыз біз үнемі бақылап отырамыз. Отбасы, әйел құндылығы, ер азаматтарды, жалпы әйелдердің тіл табысуы, ажырасудың алдын алу мәселелері, отбасыда тұрмыс тіршілікте болып жатқан тұрмыстық кикілжіңдер дейміз ба, сондай мәселелерді көп зерттейсіз, көп пікір білдіресіз. Оған не түрткі болды жалпы? Оған енді себептері көп деген ойдам. Енді бірінші кезекте кішкентай кезімнен біраз дүниелерді көріп, түйгенім бар. Одан кейін кішкентай кезімде көп деген сұрақтар болатын өзімде. Өйткені небір отбасыларды, небір ерлі зайыптыларды, түрлі сценарийлерді, трагедияларды көрген кезде, менің отбасым қалай болады, мен ертең не істеймін деген сияқты менде сұрақтар көп болады, бірақ жауабы жоқ еді ол кезде. Сөйтіп студент кезде біраз іздене бастадық, осы тақырыпты зерттей бастадық. Сөйтіп осы тақырып жалпы өзіме қызық болды. Енді ол кезде отбасымен айналсам деген ой болған жоқ. Одан кейін университет магистратура бітіргеннен кейін ұстаздық қызметін атқардым университетте. Сол кезде де осы тақырыппенен біраз қалайды айналысып, бір қызығып деген сияқты студенттермен бөлісіп, одан кейін кейбір адамдар сол кезде маған бір кеңес алуға келетін, сөйтіп үйлендік дегендей. Сол кезде сол біраз тақырыптар өзіме жақын болды деп ойлаймын да осы. Кішігірім қадамдар үлкен тақырыпқа бастады ғой сізді, жалпы отбасында бала шағаңыз бар шығар? Аллаға шүкір. Жалпы балаға ең алғашқы тәрбие қалай, сөзбен берілу керек пе, әлде әке ретінде, ана ретінде іс әрекетпен көрсетілу керек пе, қалай ойлайсыз? Тек ақыл айта беру тәрбиені толықтырады деп ойлайсыз ба? Енді тәрбие жалпы ұғымы өте кең ұғым деп ойлаймын. Бұл енді біздің айтатын қазіргі мысалы бір дүниелеріміз, қазір белгілі бір ұғымдар, немесе бір нәрселер айтатын болсақ, қазір бір құралдар, ол бір элементтер ғана деп ойлаймын. Өйткені оның қаншама элементтер бар тәрбиеде, бала тәрбиесінде. Әркімнің түсінігінде әртүрлі элементтер немесе құралдар өте маңызды болып саналуы мүмкін. Сол үшін менің де қазір айтатын мысалға ойым, ол да сол үлкен картинаның белгілі бір пазлдарыма деп түсінемін да. Теңіздің тамшысындай болып қалады дейсіз ғой? Енді деген ой, өйткені бұл бір картинаны алатын болса, үлкен бір картинаны, мысалы бір бейнені, соның кішкентай пазлдардан құралады ғой енді деген сияқты ғой. Бұл жерден бала тәрбиесінде көп дүние бар ғой негізі. Оны қанша мамандар да, даналар да айтып жатқаны, тарихта қанша айтылған дүниелер, қазір де оны мамандар, эксперттер зерттеп жатыр деген сияқты. Менің түсінігімде енді жалпы маңызды мәселелер өте көп бала тәрбиесінде. Соның ішіндегі енді өзімнің тақырыбыммен ұштастыратын болсам, ерлі зайыптының тату болуы өте маңызды деп түсінемін да. Яғни баланың үйде енді комфортты сезіну үшін өзін басты себептерінің бірі ол ата-анасының тату болуы деп түсінемін. Бір бала тәрбиесімен айтқанда, осы бала тәрбиесінің саласында жүрген бір маман айтады ғой бізге, егер сіздер ерлі зайыптылардың арасында дұрыс жұмыс істесеңіздер, бізге жұмыс қалмайды дейді ғой деген сияқты. Ата-ананың ұрысын көрмеген бала жаман әрекеттерді бойына сіңірмейді дейсіз ғой? Енді бұл 100% деп айтпаймыз, бірақ үлкен фактор бұл негізі. Өйткені мысалы ойлаңыз, ата-ананың тату болуы ол кәдімгідей біраз дүниелерге әсер етеді. Баланың мысалға эмоциялық тұрғыдан жараланбау,
одан кейін стресс неше түрлі бар ғой қазір балаларда, мысалға дегенім ғой. Одан кейін мынадай бір балаларды көрдім ғой мен, ата-анамның ұрысқанын көрген жоқпын дейді. Білмеймін не екен дейді оның. Ұрысудың не екенін білмеймін дейді. Bir жігіт үйленген ғой. Үйленгеннен кейін әйелімен түсін салмай кейде ұрысып кетеді екен да. Соны анасына келіп айтады екен: "Мама, өз қалай ұрысу керек, мен ұрысуды білмеймін" деп айтады дейді. Мысалға деген ғой. Сосын бір қыз бала айтады екен әке-шешесіне: "Бір ұрысып көресіздер ме, мен көрейінші не екенін оның" деген сияқты. Өйткені ол үшін қызық, біреуіне шаршап, сол осы ұрыстан, осы жанжалдан қашан құтылам, бұның бір бітетін күні бар ма деген үлкен уайыммен, сұрақпен жүрсе, біреуге қызық екен да ол. Неге? Өйткені көрмеген да ол дүниені. Бұл мәселе өте маңызды деп түсінемін да мен. Одан кейін де біраз элементтер бар. Ол өте жаңа сіз айтқандай, бала тәрбиесіне тағы бір маңызды дүние, ол баламен эмоциялық жақындық, яғни жылулық, махаббат деген нәрсені бере алуға балаға. Махаббат деген нәрсе біз бәріміз негізі жақсы көреміз. Қызығы кез келген ата-ана ер адам белінен шыққанды, әйел адам өзінің құрсағынан шыққан баланы жақсы көреді. Ол Алладағы өзінің болмысына салып қойған оны. Және ол қызығы, ол махаббат шартсыз. Өйткені махаббат шартсыз деп бөлінеді ғой. Сол шартсыз махаббатта ол. Біздің проблемамыз сол шартсыз өзіміздің бойымыздағы өз баламызға деген махаббатты білдіре алмаймыз. Немесе нақтырақ айтқанда білдірмейміз. Ол біздің қасіретіміз. Өйткені жақсы көріп тұрған балаға жақсы көрем деп айта алмаймын, ойлаңызшы. Өзімнің ішімнен шыққан балаға жақсы көргенімді айтпасам, ал енді әртүрлі психологтардың, жаңа мамандардың түрлі енді бұл жерде енді деректер бар. Бірақ соның ішінде мысалы мынадай бір дерек бар. Енді бір көзқарасты айтайықшы. Егер балаға күнде, бір күнде кемінде 4 рет жақсы көрем деген сөз айтылса, ол балаға әйтеуір тірі қалуға болады дейді енді. Орысша айтқанда можно выжить. Егер оған 8 рет айтылса, әр өзінің сәті болу керек. Мен сені жақсы көрем, деп 8 рет қайтара айтып беру емес, өзінің сәттерін ұстау керек қой. Онда ол балаға жақсы болады дейді. Егер балаға күніне 12 рет мен сені жақсы көрем, ботақаным дейме, құлыншағым дейме, жарығым дейме, жақсы көрем деп айтса 12 рет, ол балада даму болады екен. Сонда қарасақ, бәріміз баламыздың керемет азаматша болғанын қалаймыз, мысалға, керемет қыз, керемет ұл болғанын. Бірақ сол нәрселердің барлығы, енді біраз нәрселер анау әуел баста сол жылулық пен махаббаттан басталады екен да, қараңызшы. Баланың қарапайым дамуы. Біз мысалы талай ақша салып жатырмыз ғой қазір. Развивалка дейміз, түрлі үйірмелерге береміз, қосымшаларға береміз, физикалық тұрғыдан, танымдық, интеллект тұрғысынан деген сияқты түрлі енді ақшамызды қиямыз, осыдан сарп етеміз сол жолда. Қарапайым тегін жылулықты, бар жылулық, ол жоқтан бар жасау емес, ол бар дүниеде соны көрсете алмауымыз өкінішті. Сонда балаға жақсы көрем, ал егерде күніне мен жақсы көрем деген сөзден шатасып кететін болсам, яғни саңынан жаңылып кететін болсам, онда ол керемет дейді. Менің енді көріп жүрген дүнием, өзімнің енді байқап, зерделеп жүрген дүнием, кезінде өзі жылулық көрмеген бала енді есейгеннен кейін ол жігіт болса әйеліне оны көрсете алмайды дұрыс. Енді өзіміз жұмыс істемесе, енді көбінесе болып жатқан 100% емес міндетті. Сол сияқты жылулық көрмеген әйел, махаббат көрмеген әйел, еркелікті көрмеген жаңағыдай, өзінің бір қанбаған дейікші, махаббатқа қанбаған болса, ол күйеуіне де өзінің махаббатын ашық көрсетіп, еркелеп, өзіні бүйтіп бере алмайды да сезімін. Ал енді ол балаға ше, енді балаға біреулер береді, біреулер бермейді. Мысалы менен жасы үлкен бір апай айтады да, осы махаббат, балаға махаббат, баланы еркелету деген бір тақырыпты қозғағанбыз. Сол кезде сол кісі айтады ғой: "Кешіріңізші, мен өз анамнан жақсы көрем деген сөзді естімеген өмірімде" дейді ғой. Ата-анасы бар, яғни белгі біраз жасқа келген деген сияқты ғой. Мен балаларымды, қыздарымды еркелете алмаймын дейді, ойлаңызшы. Қасірет қой. Өз балаңызды өзіңіз еркелете алмасаңыз, өз баламды өзім жақсы көрем деп айта алмасам деген сияқты ғой.
Сол үшін бұл жылулық, махаббат мәселесі өте маңызды мәселе. Біз негізі енді қазір бала бір қарым-қатынас келіп бара жатырмыз. Мен негізі өзімнің салам бұл ерлі-зайыптылардың арасында қарым-қатынас. Бірақ жаңа сіз енді сұрап жатқаннан кейін, яғни ерлі-зайыптылардың татулығы, екеуінің арасындағы махаббаты. Одан кейін тағы өте маңызды бір дүние бар деп ойлаймын. Санайым. Ол ерлі-зайыптылар негізгі бір әдептің аясындағы, мәдениеттің шеңберіндегі бір-біріне деген махаббатын, романтикаларын баланың көзінше жасай алу, оны көрсете алу ғой. Жалпы ол нәрседен қысылмау керек деп ойлаймын. Бір-бірінің бетінен сүю, келген сырттан күйеу келгенде құшақтау, анасын жаңа балаларының көзінше маңдайынан сүю, құшақтап тұру, керек болса мысалға бір дастарханның басындағы бір романтикалар, болмаса мысалы білеймін енді диванда отырған кезде әйелін алдына отырғызып қою, құшақтауы, еркелету, не бір керемет сөздерді айту, яғни бір романтиканың былай айтқанда мәдениеттің шеңберіндегі көріністерін неге жасай, яғни ол біреу жаңа бала бар жоқ, маған былай айтқанда ол мені тоқтатпау керек біріншіден, екіншіден бала оны көре алу. Ойлаңызшы, мысалы қазір біздің буынды алатын болсаңыз 30-40 жастағы мысалға 20-дағы жастарды алатын болсаңыз, сол кісілерден сұраңызшы, сіз әке-шешеңіздің махаббатын көрдіңіз ба деп. Енді сөйтіп айтады ғой кісілер, жақсы көрдік деп шықтық, жақсы көрдік деп алдық, халық башын үйтті бүйтті, әйтеуір сол кезде күшті болды ғой, енді кезінде ғой деген сияқты. Бірақ біздің енді 100% деп айтпаймын, мен бар арасында. Бірақ көп ата-аналардың проблемасы күндіз бір-біріне туысқан секілді ғой. Сол үшін мен ерлі-зайыптылар бізде туысқан секілді деген сөзді көп айтамын да. Қай мағынада туысқан деген, ол не ағалы, қарындасты, болмаса жиенді, нағашылы, әйтеуір сондай бір туысқан сияқты жүреміз күндіз. Күндіз ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасынан бірге бір қарапайым күнделікті қайталана береді. Дастарханның басында немесе былай өмірде үйдің мысалға деген ой, шеңберінде аясында екеуінің ерлі-зайыпты екені байқалмайды ғой. Қараңызшы. Бірақ қызығы, бізде мынадай бір сөз айтылады. Ұят қой, балалардың өзі қалай құшақтасып тұрамыз, қалай еркелейді, қалай бетіме сүйіп жатамыз. Сонда мен айтамын, дұрыс суға алмаймыз ғой деймін да. Дұрыс суға алмаймыз. Ол кезде фильтр жұмыс істемейді бізде. Романтикаға бір керемет дүниеге келген кезде ұстап қалады ғой біраз нәрселер. Жақсы нәрсеге келген кезде ойбай анау ғой мынау ғой деген сияқты. Менде де сол сұрақты қояйын деп отырмын. Қазақта ұят деген ұғым бар ғой, ол мәселені баладан қалай? Енді әке-шеше ол бөлек әңгіме енді ол. Әке-шешенің алдында деген сияқты. Ал енді әке-шешемен тұратындар бар ғой. Олар айтады енді біз әке-шешемен тұрамыз ғой, ұят қой. Мен айтамын, бөлек бөлмелеріңіз бар ма? Бар. Неше бала бар? Қайдан келді деймін балалар? Енді белгілі бір шаруалар, әрекеттер жүзеге асып жатыр ғой. Ананы мысалы келдіңіз, ата-анаңызбен амандастыңыз, бір отырдыңыз, сөйтіп бөлмеге кіресіз бір киім ауыстыруға. Сол кезде есікті бір құлыптап жіберіп, сол жердегі бір жаңағыдай нормасын жасап деген сияқты енді бір көрсететін, сол жердегі өзінің сезімін, ілтипатын сол жерде көрсетіп дегенім ғой енді. Егер жаңағыдай бір белгілі шектеулер болатын болса, онда бір жабық бөлмеде жасау керек деген ғой, қауіпсіз жерде деген ғой. Әйтеуір орнын толтыру керек. Ол одан кейін менің ойым тәуліктің белгілі бір уақытымен байланысты емес. Уақытпен мекен таңдамау керек дейсің ғой жалпы. Бұл ерлі-зайыптылар кейбір кезде ұялмай айтамын да, ұят қой адамдардан дейді ғой. Мен айтамын, куәліктеріңізді алып жүріңіздер деймін, неке куәліктеріңізді адамдарға бүйтіп көрсетесіздер. Сосын бір күні бір отбасымен жұмыс істедім мен, бір ерлі-зайыптылармен, осы тақырыпқа кіріп жатырмыз ғой. Содан кейін ұсыныс болды мынадай, жазғы күні еді. Алматыда президенттің саябағы деген бір, алматылықтар біледі ғой енді. Енді кең, үлкен, табиғат, ауасы таза деген сияқты. Сондай ұсыныс болды, сол жерде жұмыс істейік деп. Сөйтіп төсеніштерді алып бүйтіп сол жерде үшеуміз отырып жұмыс істедік. Күндіз. Сөйтіп осы романтика туралы біраз әңгіме болып кетті да сол жерде. Сосын мен ана ерлі-зайыптыларға айтамын да, маңайды қараңыздаршы дейді. Біраз енді кісі, біраз жүр кісілер, ішінде андай жұп-жұп болып жүргендер бар да. Біреулер жатыр, біреулер құшақтасып жатыр, біреулер аймаласып жатыр, енді біреулер былай жүр, арба сүйреп жүр. Сосын маңайды қараңыздаршы, қаншама жұптар жүрді. Мынаның ішінде некелілері мен некесіздері бірден айыруға болады деймін ғой. Некелі отбасылы адамдар бар ғой, кәдімгідей ресми. Олар анда бір туысқан сияқты жүреді ғой бүйтіп. Анау жаңа некесі жоқтар,
енді құшақтасып аймаласып ұят қой енді, андай қылып жатпаймыз ғой көшеде дейді енді. Мен айтамын, жоқ, мен сіздер елдің алдында істеңіздер деп жатқан жоқпын. Жабық жерде өздеріңіз күндіз, яғни 24-ке 7 бұған бір шектеу болмау керек деймін да. Мүмкіндік бар ма? Неге жасамасқа? Ерлі зайыпты деген нәрсе ол кәдімгідей арасында сезім, қан сияқты тоқтамау керек қой. Қан үйітін болса не болады? Иә, жүректің шетіл ауруларға шалдығады, дұрыс па? Сол сияқты қарым-қатынаста жаңағыдай қан айналып тұрмаса, қарым-қатынастың, сезімдердің суи береді ара. Махаббатта, отбасыда тірі ағза секілді дейсіз ғой. Қарым-қатынас ол тірі нәрсе ғой. Аға, мен сөзіңізді бөлгенім айып етпейсіз. Отбасы шағын мемлекет деп жатамыз, бірақ өкінішке орай бүгінгі таңда ажырасқан отбасылар, толық емес отбасылар өте көп. Баласын жалғыз тәрбиелеп жатқан аналар да жетеді. Баласын жалғыз тәрбиелеп жатқан ер азаматтар да жоқ емес. Бүгінгі таңда таңғалуға болмайтын жағдайға жеттік қой, өкінішке орай. Осы шағын отбасыдағы тәлім-тәрбие мен толық емес отбасыдағы тәлім-тәрбие мен толық отбасыдағы тәлім-тәрбиеде айырмашылық қаншалықты болады? Бұл енді мен жеке өзімнің ойым, тәжірибемнен көріп жатқан нәрсе, бұл индивидуалды деп ойлаймын. Мысалға, толық отбасында өсіп жатқан бала ол мынадай бір нәтижеге қол жеткізеді, оның соңғы көрінігі осындай болады. Анамен өскен бала былай болады деп мен енді кесіп айта алмаймын. Неге дейсіз ғой? Өйткені әртүрлі, мысалға дейік, толық отбасында өсіп жатқан балада да проблемалар болуы мүмкін. Ол мысалға әкенің, кейбір отбасылар әкенің бары аты ғана. Мысалға, немесе екеуінің жанжалы, екеуінің қырылып жатқан кезде, екеуі ұрысып жатқан кезде анадан шаршап жүрген балалар бар. Мұна әкенің барынан жоғы дейтін балалар бар. Мысалы, менің алдыма бір әйел келді. Күйеуі бір тәулік жұмыс істеп, 2 тәулік демалады екен. Сонда әйел айтады, күйеуім жаңағыдай 2 тәулік үйде демалады ғой. Сонда бір шамамен жарты көп ұйықтайды сосын жаңағыдай. Жалпы үйде болған кезде біздің үй жаңағыдай бір зынданнан жаман дейді ғой, былай айтқанда. Күйеуім жұмысқа кеткен кезде бала шағам бәрі кетті ма деген сияқты. Өйткені ана кісінің жүргені бір қан шер сияқты дейді да, күйеуім ана балаларым үшін. Яғни ондай да отбасы бар. Яғни бұл жерде мәселе ерлі зайыптылардың бірге болуы маңызды, иә, бірақ екеуінің қарым-қатынасы қандай бір-біріне? Бұл бірінші сұрақ. Екіншісі, балаларына қарым-қатынасы қандай? Өйткені мына жерде қараңыз, ерлі зайыптылардың балаларына қарым-қатынасы деген кезде екі бөліп қарастыру керек. Мысалы, кейбір отбасыларда бар, әке тиран, қазіргі тілмен айтқан кезде. Психологияның орысша айтқан кезде тиранды, қанішер әкесі. Қай мағынада? Әкесі келсе бағанағыда 2 аяғы бір етікке тығылады. Әкесі келген емес, кеткенде қуанатын балалар бар, өкінішке қарай. Енді екінші жағы да бар, ондай да аналар жоқ емес. Анасы балалардың қаны шығып қояды, ойлаңызшы. Анасы білейм ашуланған кезде, білейм ол енеден көрген қорлығы ма, күйеуден көрген, мысалға деймін, өзінің білмейсіз қорлығы. Яғни ол сол ашуын балаларынан алатын аналар бар. Немесе өзі білейм бір стресте ме, депрессияда жүреді, ана жерде балалар құрбан болады ғой, өкінішке қарай. Ондай аналар жоқ емес. Сондықтан бұл жердегі, егер ерлі зайыпты толық болатын болса, ол керемет отбасы, бұл жерде бала керемет өсіп жатыр деп айта алмаймыз. Бұл жерде кепілдік жоқ. Сол сияқты енді жалғыз басты аналарда ол жерде де проблемалар бар. Мысалы, бірақ осы жерде енді әртүрлі себептер болуы мүмкін. Білейм, әкесі қайтыс болған болуы мүмкін, ажырасқан болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Бірақ бала жалпы отбасында ер адамның тәрбиесін көру өте маңызды. Өткен жолы жақын арада ғана маған бір жігіт келді. Шамамен жасы 30-дың маңайында ма, сондай бірнеше баласы бар. Сол айтады ғой, аға, мен анаммен екеуміз ғана өскенбіз. Ана жалғыз бала екен да. Әкесі кішкентай кезінде ажырасып кеткен, білмеймін, әйтеуір. Жалпы әкесі өскен қызығы мына жігіттің айтып тұрған нәрсесі. Мен ешқандай ерлі зайыптылардың қарым-қатынасын көрмегенмін дейді. Біреулер бар, нағашыларына барып тұрады, біреу ата-әжесін көріп тұрады деген сияқты. Ешкімді көрмегенмін дейді ғой. Шын мәнінде өмірімде әйел мен күйеудің қарым-қатынасы қандай болатын менде ешқандай бір үлгі де, орысша айтқанда представление жоқ дейді, ойлаңызшы. Былай қарасаңыз, бір жағынан аяйсыз, екіншіден жәрді ол білмеді. Ол білмеді. Ол енді сөйтіп ақтайды біреулер. Мысалы, тағы да бір жігіттермен жұмыс істеген кезде, ол да әкесінен 2 айында ма ерте қалған. Яғни әкесі мен анасы 2 айында ажырасып кеткен. Сол үйіндегі кез келген бір сәтсіздігін
әкесінің болмағанымен байланыстырады. Енді ол қазір мысалға сіздің үйде болып жатқан проблемаға әйеліңіз кінәлі емес қой. Енді сіздің әкесіз өскеніңізге, немесе сіздің балаңыз кінәлі емес та, ол мәселені шешу керек. Яғни мынадай бір нәрсе бар ғой, мынадай бір сөз ұнайды маған. Менің балалық шағыммен адамдардың, яғни ата-анамның не істегені маңызды емес, мен сол балалық шақпен қазір не істеп жүрмін, сол маңызды дейді. Сол үшін, иә, бар, пробелдар бар, проблемалар бар, мәселелер бар. Оның енді оқулықтың орнына өзім толтыруым керек енді. Кімді, және елдің бәрін, 8 миллиардтардың бәрін кінәлап шықсам да, ол мені ақтамайды, және ол менің проблемамды шешпейді. Маған нақты проблеманы шешуім керек та. Енді біздің қазақ қоғамында ер азаматтың мерейін үстем ететін әйел десек біз жасырмаймыз. Баласының жамандығын жасыратын ана болады, күйеуінің кемшіліктерін жасыратын әйел болады. Қанша жерден қаржы таппай жатса да, жұмыс істемей жатса да, кейбір әйелдер сол отбасының шырқын кіргізіп, балаларына әкеңді сыйла, әкеңе сөзін тыңда, әкеңнің айтқанын жаса деген секілді жаңағы мәселелерді айтып отыратын азаматтар да жоқ емес. Бүгінгі қоғамдағы бұндай әйелдер көп па, аз ба, қалай ойлайсыз жалпы? Енді ер адам, енді сіз ер адам, мен де ер адам болғаннан кейін бізде өшеді ақырын әдемі түрде жауапкершіліктің бәрін әйелге сыра салу біз үшін жеңіл. Бірақ менің түсіндігімде, өзім ұстанымымда, ер адамның үйдегі абыройлы болу, құрметті болу, бірінші былай айтқанда негізгі, бірінші өзіне байланысты ер адамның. Бірінші өзіне байланысты. Қазақта бір керемет сөз бар: шылғауың шықса шұлығыңнан көр, қадірің кетсе қылығыңнан көр дейді. Яғни менің әйелімнің алдында қадірсіз болуым ол менің өзімнің бір қылықтарымнан ғой негізі. Бұл енді ер адамдарға бірінші кезекте жауапкершілікті ер адамдарға салу керек деп түсінемін. Бұған мен мысалы ешқандай бір ізденбесем, алдын ала дайындалмасам, ол тақырыпты зерттемесем, ешқандай бір кітап оқымаған болсам, ешқандай бір семинар курстарға қатыспасам деген сияқты. Енді бар кейбірлер, иә, бір Құдай бір мейіріміне алып қалған адамдар бар, бірақ әйелін жақсылап беріп қойған ба? Сөйтіп беріп, яғни жауапкершілікті әдемі түрде әйелге бүйтіп сыра салу біз үшін жеңіл, ешқандай жауапкершілік алмаймын мен қарым-қатынаста. Өйткені бізде біраз қазақтың жігіттері өкінішке қарай тек материалдық жауапкершіліктермен ғана шектелген, яғни үй табу менің мойнымда, баспана, тамақ менің мойнымда, киім менің мойнымда, дәрі-дәрмек менің мойнымда деген сияқты. Бірақ қарым-қатынасқа мен жауап бермеймін. Үйдегі жылулық та, үйдегі жарық та бәрі әйеліме байланысты деймін. Ақырын ғана әдемілеп әйелге сырып қойғанымда өкінішке қарай. Енді осы жерде менде тағы бір сұрақ туындайды. Баланың тәрбиесінде кімнің жауапкершілігінің пайызы жоғары? Ананың ба, әкенің ба? Енді бұл жерде біз модельді шешіп алуымыз керек. Жалпы бізде модель әртүрлі болады. Егер де мысалға менің түсіндігімде модельдер қаражатқа келген кезде, материалдық мәселеге келген кезде мен өзім 3 модельге бөлемді, 3 түрлі отбасы болады. Біріншісі ол жігіт үйленеді, әйел тұрмысқа шығады деймін. Екіншісі жігіт те үйленеді, қыз да үйленеді. Үшіншісі қыз үйленеді, жігіт тұрмысқа шығады. Осы 3 модельдің қайсында өмір сүріп жатырмын, соны анықтап алу керек деп ойлаймын. Бала жаңағыдай жауапкершіліктен бұрын. Үйде кім атаман деген келіп тұр ғой сіздің? Жоқ, бұл кезде атаман деген, енді бұнымен байланысты, бірақ мына жерде кірісті табатын, кіргізетін кім? Жігіт үйленеді, әйел тұрмысқа шығады деген сөз 100% отбасының, күйеудің, әйелдің, бала-шағаның қажеттілігін қамтамасыз етіп отырған ер адам. Әйелдің үйге кіріске үлесі жоқ. Бұл бір. Екінші, екеуі де ақша табатын болса, о жерде пайыз маңызды емес. 50-де 50, 60-та 40, 10-да 90 маңызды. Әйел әйтеуір кіргізіп жатыр, екеуі де үйленген деп түсінемін да мен. Үшінші, егер толық үйде, пәтерді әйелдікі, табысты әйелдікі, күйеудің тапқан табысы ешқандай бір ауа райына әсер етпейтін болса, онда ол тұрмысқа шыққан жігіт деп түсінемін да мен. Енді ол бізде күш күйеу дейді ғой қазақта. Бұл енді біздің қоғамда қабылданбайды. Дұрыс па? Бұған бір қырын қарайды адамдар. Бірақ бізде қазір қоғамда екінші модель көбейіп бара жатыр, байқасақ. Осы жерде біз мысалға бұл жаңағы жағдай қарау керек деп түсінемін. Қай модельде мен өмір сүріп жатырмын? Егер мен мысалы ер адам ретінде бірінші модельде өмір сүріп жатсам, мен үйленгенмін, әйелім тұрмысқа шыққан десем, толықтай мен бұл қажеттіліктерін мысалға қажеттіліктермен қамтамасыз етсем, әйелім толықтай жұмыс істеймін десе де ол қажеттіліктен істемейді, ол хобби ретінде істеуі мүмкін. Ол кезде мен көбірек беремін оған.
бала тәрбиесіндегі негізгі рөлді соған беремін. Бірақ бұл жерде әке сырғып кетіп ешқандай бір жауапкершілік алмайды емес, менің түсінігімде алу өте маңызды. Бұл жерде мәселе сағатта деп түсінбеймін, немесе белгілі бір тірлікте де түсінбеймін. Бұл жерде әкенің жалпы бар болуы, бағанағы әңгіменің басындағы жылулық, әкенің де махаббаты өте маңызды. Келген кезде олармен мысалы құшақтау, жақсы көру, сол махаббатын беруде, жылулығын беруде, олардың қалын білуде араласу керек деп түсінемін. Олардың мысалға енді әкелер әртүрлі, мектебіне дейін араласу. Ойлашы, кейбірлер балаларының қай сыныпта оқитынын білмейді. Мысалға деген оның оқуын, мысалы қызығу, сұрау, мектебіне мысалы қызығушылық болады. Енді әрдайым болмаса да әйтеуір арасында бір ата-аналар жиналысына барып қой. Өйткені бізде қазір аналар жиналысы болып кетті ғой. Ата-аналар жиналысы емес, аналар отырады деген сияқты. 100 әйел барса бір әке бар. Мектепте мысалы чат ашылады, тек аналар ғой енді көбінесе деген сияқты. Жоқ дегенде бір арасында барып сынып жетекшімен танысып қою. Мысалға деген сол сияқты бір әкенің бір белгілі бір үлесі болу керек деп түсінем. Ал енді кейбір әйелдер мынадай бір жаңағыдай бір енді мынадай бір түсінікте жүрген әйелдер бар, бәрі 50-50 деген сияқты. Яғни мен түсінем, егер екеуі 50-50 ақша табатын болса, бәрі 50-50 болса, онда баланы 50-50 қарау керек шығар онда. Енді әділетті болу үшін дегенім ғой. Осы жерде көрдіңіз, бізде әділетсіздіктер бар да. Әйелмен бірдей тапқымыз келеді, ол да ақша табады, мен де ақша, екеуміз бірдей кіргісі келеді, бірақ баланы түгел әйелге сырып тастаған, мен үйде диванда телефон шұқып жатамын да, теледидар көріп деген сияқты ғой. Енді біздің қазіргі біздің қоғамда отбасындағы зорлық, зомбылық мәселесі де көбейіп жатыр. Өкінішке орай бұл қоғамның дерті деуімізге болатын шығар. Мүмкін әлеуметтік желінің зардабы дейміз ба. Бұрын көз көріп, құлақ естімеген дүниелерді туған әкесі балаларына жасап жатқандығы, болмаса туған жаңа өзіңіз айтқандай аналары балаларына жасап жатқандығы туралы да біз әлеуметтік желілерден, бақ құралдарынан көзіміз шалып қала жатты. Осының себебі неде деп ойлайсыз? Және бұның біз алдын қалай ала аламыз? Енді бұның себептері өте көп деп ойлаймын. Өйткені бұл да жаңа айтқанымызда индивидуалды қаралады. Не үшін әке ұрады, не үшін әке ұрсады, неге анасы әрдайым жаңағыдай бір стресста жүреді, енді себептері көп деп ойлаймын. Енді оның бағанағыдай айтқанымыздай енді себептерінің бірі және енді өте ерекше бір маңызды бір себебі бұл ерлі-зайыптылардың арасының дұрыс болмауы деп түсінемін өзім. Егер әйел күйеуімен күшті қарым-қатынаста болса, ол енді ұрсуы мүмкін балаларға, бірақ анадай емес дегенім ғой. Мына жақта әкесі жағы күйеуі бір бұрыштан тақап жатса, жаңағыдай енді яғни жағадан алып жатқан кезде балалары жаңағыдай етегінен тартып жатса, әйел кейде енді ашуланып, енді былай айтқанда қазір тілмен жанданып кетуі мүмкін, деген сияқты. Енді ешкім түсінбейді оны, күйеуі қолдау көрсетпейді, іші толып қалған, ішін ешкімге шығара алмайды деген сияқты ғой. Келеді, балаларын атылады ғой бір әйелдер. Ойлаңызшы, баласына мысалы мынадай әйелдерді естимін ғой мен, өз-өзімді ұстай алмай қаламын дейді, ойлаңызшы. Сосын өкінемін дейді, одан жылайды өзі, балаларынан кешірім сұрайды кейін. Өйткені ана бір жерге ашуын шығару керек қой енді. Не күйеу тыңдамайды оны. Эмоциясын шығару керек дейсіз ғой. Оны мысалы күйеу әйелдің психологиясын түсінбегеннен кейін, қойшы сен неге ұрса бересің деген сияқты. Андай бір, сосын бәріне анасын жауығып қойғанда әйеліне, күйеуіне күшті да. Көрінді аналарың сондай сендердің деген сияқты. Өйткені маған ғана ұрыспайды, сендерге де ұрсады. Ол сондай адам деген жаман адам. Мен қайта соған сабыр етіп жүрмін деген сияқты өзін бір деп идеал қылып көрсетіп қояды. Жалпы Ахан аға өзіңіз де әкесіз ғой. Құдайға шүкір. Жалпы бүгінгі әкелерге не жетпей жатыр деп ойлайсыз? Бұрынғы Құнанбайлар, басқа да тұлғаларының сұсын беретін әкелер, ақылын айтар әкелерге не жетпей жатыр деп ойлайсыз? Менің ойым сапалы уақыт өткізу ғой баламен. Қысқа болса да? Сапалы өткізу. Бағанағыдай санына емес, сапасына көңіл бөлу ғой. Бәлен сағат бірге болдым деп емес, мәселе қалай өткіздім ол уақыт. Бір бөлмеде екеуі де телефон шұқылап жата беруі мүмкін дейсіз ғой. Немесе бәлен қашықтықта жол жүрем, бірақ сөйлеспеймін, немесе басқа тақырыптарда сөйлесемін деген сияқты. Сол жерде баламенен эмоциялық жақындық деген түсінік бар да психологияда. Жалпы жақын болу ғой балаға, жаны жақын болу ғой. Осы маңызды деп ойлаймын. Жан дүниесінің жақын болуы. Одан кейін мысалы баланың жан дүние жақын болғаннан кейін эмоциялық жақындық болған кезде бала сырын ашады, бала сырласады, онымен ашық болады, ақылдасады, басқа деген сияқты. Енді одан кейін енді кейбір адамдар дұрыс түсінбеуі мүмкін, бірақ мен жеке өзімнің ұстанымым балаға көп ақыл айта бермеу негізі.
Өйткені біздің ақылдарымыз оң әсер емес, көбінесе теріс әсер етеді. Оның үстіне мен күліп айтамын, біздің үйде ақыл деген шашылып жатыр деймін. Аллергияны ақылдан. Ешкімге керек емес ол. Күйеудің, отағасының ақылдары, кеңестері не әйелге керек емес, не балаларына керек емес. Бұл жерде мәселе менің ойым ақылда емес, кеңесте емес, мәселе ақыл айтушыда деп ойлаймын да. Яғни менің қарым-қатынасым дұрыс болу керек бірінші кезекте. Мысалы, менің өзімнің былай айтқан жүріс-тұрысым, мысалға деген ғой, менің қарым-қатынасым, соның өзі бір лебі болу керек қой, бір керемет. Кітап оқы деп бір кісі айтқандай, кітап оқы деп айта бересіз, бірақ өзіміздің кітап оқып ашып отқанымызды бала мүлдем көрген емес дейді. Мен сен жеке өз басым, енді әкеміз керемет профессор болған жоқ. Ес білгеннен бері әкем әрдайым кітаппен отырды. Үйде кітап тықпаса енді ол кезде сол бұрынғы оқыған кітаптарды қайта оқитын да ол кісі. Кітап оқығанын көріп өстік та. Енді сол кісі, мысалы кітап туралы бірдеңе айтса, өтетін еді, кітабы қолына кітап ұстағанын көрмесем, одан кейін маған айтса, маған бір кітапты оқысайшы балам десе, мен ішімнен айтамын ғой, өзіңіз оқымайсыз ба деген сияқты, мысалға деген ғой. Сөзбен емес, іспен көрсетілген дүниенің тиімділігі жоғары болады дейсіз ғой. Соңғы сұрақ болсын, Ахан аға, жалпы отбасылық психолог, ерлі зайыптылардың арасында қарым-қатынас, сондай бүгін біз енді ұлт пен ұрпақ тәрбиесіндегі кішкене отбасының рөлі туралы аз кем сөз қозғадық қой. Бақытты отбасы болудың формуласы қандай жалпы? Бақытты отбасы болудың формуласы, енді бір нәрсе ғана айтайын. Қарым-қатынастағы жауапкершілікті әркім өзіне алу ғой. Ол дегенім, мысалы, ер адам ретінде мен әйеліммен екеуміздің арамыздағы қарым-қатынас маған байланысты Алланың қалауымен деп алсам, яғни екеуміздің тату-тәтті болуымыз, немесе араздасуымыз, мысалға, арамыздағы қарым-қатынастың бұзылуы ол маған байланысты. Егер мен дұрыс қарым-қатынас жасамасам, ол бұзылады деп жауапкершілік 100% өзіме алсам. Ал әйел адам күйеуімен қарым-қатынасым маған байланысты. Егер мен дұрыс қарым-қатынас жасамасам, онда арамыз бұзылады деп ол 100% өзіне алса, осы жерде керемет нәтиже болады деп ойлаймын. Және осы ұстанымды ұстанам өзім. Және осы ұстанымға адамдар шақырам. Және де осы ұстанымның қаншама жемісін көріп жүрген адамдарды көрсек болады қоғамда. Демек, екі адам, екі қанаты, құстың қос қанатындай тең ұсталса, жауапкершілік болса, бақытты отбасы материалдық мәселеге байланысты емес дейсіз. Материалдық байланысты емес. Енді бұл жерде тағы бір мәселе бар. Ол дегеніміз, мысалға, мен өзімнің, мысалға, ер адам ретінде өзіме жауапкершілікті алдым, бірақ әйелім алмай тұр. Маңызды емес ол жерде. Мен алдым, болды. Мен одан, қараңыз, біріншіден босаңсымайым, екіншіден әйелімнен ештеңе күтпеймін ғой. Және де, егер әйел адам айтуы мүмкін, мысалға, менің күйеуім қарым-қатынас шаруасы жоқ оның, оған ешқандай қызық емес ол басты қатырмайды ол деген сияқты. Болды, 100% сіз алыңыз, сізге керек па? Жылулық, сізге керемет қарым-қатынас керек, оны сіз жұмыс істеңіз, болды. Ештеңе күтпейсіз, босаңсымайсыз, тек жұмыс істей бересіз қарым-қатынасқа. Өзіңіздің таңдаған адамыңыз ғой, деген сияқты ғой. Ешкім оған қинаған жоқ дейсіз. Және жақсы көріп алған, немесе жақсы көріп шыққан адамыңыз сіздің. Рахмет жалпы Ахан аға. Мынау бізде енді дін мәселесімен айналысатын мекеме болғаннан кейін біздегі көпшілік мәселелер дінмен байланыстырылып талқыланатын еді. Бірақ бүгін мынау сізбен өткізілген сұхбатымыз бір жаңаша кейіпте болды деп мен ойлаймын, жеке өз басым. Неге? Себебі аят хадистерден де бөлектіз, жалпы қарапайым ғана бүгінгі жастар тілімен айтқанда лайфхак дейміз ғой. Сол лайфхактарды сіз жеткізе алдыңыз деп ойлаймын. Уақыт бөлгеніңізге үлкен рахмет. Біздің сұхбатымызды әлеуметтік желіден көрген жалпы оқырмандарымыз үшін де бұл дүние пайдалы болатынына мен толық сенімдімін. Сіздің алдағы жұмыстарыңызға шығармашылық табыс, сапарыңыз сәтті болсын дейміз. Рахмет. Сіздерге де сәттілік тілейміз. Рахмет аға.